Так, даусым кірді ма эфирге? Эфирге кірді. Қайырлы күн. Даусым қалай естіліп тұр? Даусым жақсы естіліп тұр ма? Обратная связь. Всем привет. Кері байланыс. Мен даусым қалай естіліп тұр? Сол жағын айтып кетсеңіздер. Бүгін бізде ақша механизмі, қарыздан құтылу және самооценка тақырыптарын қозғайтын боламыз. Кімде проблема бар? Ақшамен проблема, қарызбен проблема, самооценкамен проблема. Именно осы тақырыптар, кімде осы тақырыптар прям гложет, тревожит болып тұр. Осы тақырыптармен проблемасы барлар жазыңыздар, сіздерде қандай проблема, не болып жатыр жалпы. Жақсы естіліп тұр, қайырлы күн дейді. Все, кіретіндер кіре береді, бастай береміз, е? Бастай береміз ба? Эфир прям әдем болып тұр екен. Кімде қанша қарыз бар? Кім қанша ақша табады? Давайте мынандай нәрсе жасаңыздаршы. Кімнің қалтасында қанша теңге бар? Каспиінде қалтасында барлығын санаған кезде кімде қанша теңге бар? Давайте осын жазып кетіңіздер. Қанша қарыз барларын примерно білем. Давайте қалталарыңызда, вот Каспилеріңізде, например, да, наличка и жаңағы картадағылар барлығын қосқан кезде в данный момент сізде қанша ақша бар? Давайте посчитайте и жазыңыздаршы, кімде дәл қазір қанша ақша бар екенін көрейікші. Қарыздан қалай құтылдыңыз дейді. Өпке бастаймыз дейді. 14 миллион қарыз бар дейді. Қараңыздар, 20 мың теңге Каспи дейді. 7 миллион қарыз. Қараңыздар, бүгін сіздерге мен өзімнің қарыздан құтылғанымды, өзімнің историямды айтып отырмаймын. Менің историямды, менің жеке парақшам бар, я, соның ішінде актуальныйлар бар, соның ішінде сол актуальныйларды көретін болсаңыздар, сол барлық мен туралы ақпараттар бар. Немесе өзім сторисімда бөлісемін, я. Себебі қазір мен қазір тікелей эфирде, марафонда мен сіздерге кейбір жаңағы вебинарға кіріп алып, өзінің историясын айтып береді. Болды емес та. Историямды бүгін сіздермен бітіп қозғамайтын болам. Ара-арасында айтып отыратын болмасам, мысал ретінде айтып отырмасам, сіздерге мен историямды айтып, менің жырымды жаңағыдай тыңдап уақыттарыңызды алмаймын. Конкретный техникалармен, конкретный пошаговый сабақтар жасайтын боламыз. Сосын сабақтың соңына дейін отырғандарға міндетті түрде менен сыйлық болады. Сабақтың кім соңына дейін отыр, соларға күшті возможностьтар беріледі. Сондықтан да эфирден шығып кетпейміз. 2 сағат уақыттарыңызды аламын. Егер өмірімді өзгерткім келеді десеңіздер, реально мен өмірімді өзгерткім келеді, я что-то хочу в своей жизни поменять десеңіз, 2 сағат өзіңізге уақыт беріңіз. Егер осы 2 сағаттың өзін шыдай алмайсыз ба, басқа бір нәрсеге айналып кетесіз ба, эфирден шыға беріп, қайтадан кіре беріп, так не айтып жатыр екен, так қашан не айтады екен деп отыратын болсаңыз, значит сіз дайын емессіз, результатқа дайын емессіз. Ниетіңізді жөндеңіз. Мен Аллах тағала осы адам арқылы мен қазір сіздерге не айтатынымды да мен точно білмеймін, шыны керек, е. Сіздердің запростарыңызға қарай мен сіздерге техникаларды да беремін. Барлықтарыңыз дәл қазір не ететіңіздер. Аллах тағала қазір менің ішімдегі болып жатқан алай-дүлейге, болып жатқан жаңағы арпалысқа, қопарысқа, барлығына менің сұрақтарыма, менің сондай бір проблемаларыма осы кісі арқылы, осы Айдана ханым арқылы маған бір жауабын беріңізші. Вот конкретно не істейтінімді білмей жүрмін дегендер болса, потолокты қалай жарамын, например, миллион теңге тауып жатырмын, бірақтан 5 миллион, 10 миллион тапқым келеді. Вот сұрағына жауап таппай жүргендер, Аллахтан сұраймыз, осы кісінің аузына салшы сол жауапты, мен сол жауапты алайын деп ниет етіңіздер. Хорошо? Так, кімде қанша ақша бар? Давайте. Ғахретір. Так, Алла қарызыңызды оңай құтылуды нәсіп етсін дейді. Супер. 12 миллион қарыз бар. 25 мың, 270 мың бар. Так, давайте жазбадыңыздар ғой, кімде қанша ақша бар қазір? Кімде қанша ақша бар? Давайте қазір кімде прям наличка и плюс Каспиді санаған кезде қанша ақшаларыңыз бар вообще қалталарыңызда? Мне просто интересно и просто ойланып көрейікші. Бар ма вообще ақшамыз или жоқ па деген сияқты, я? Так,
5000 теңге дейді. Хорошо. 15000 теңге дейді. 20 мың бар дейді. 67 миллион дейді, 1000 теңге. 67 теңге дейді. Жаным, 20 мың теңге дейді. 1000 теңге дейді. Хорошо. Кеттік, жандарым. 2,5 мың дейді. 1600 теңге дейді. Супер, 38 мың дейді. Все, доктор. Каспиде 10 мың теңге дейді. Яна 0 дейді. Все, окей. 20 мың бар дейді. И то біреудікі дейді. Жаным ау. Все, жалпы ақша механизмі. Жалпы ақша деген не? Мына сабақ, қыздар, жігіттер, жалпы достар, мына сабақ қазір эфир біткеннен кейін сақталады, бірақ пятница күні сағат 18:00-де сабақ өшіріледі. Сондықтан бүгінгі беріліп жатқан сабақты обязательно көріп үлгеріңіздер. Себебі бүгінгі берілетін сабақ, ертеңгі 2 күндік марафон болады ғой, бүгінгі ертеңгі берілетін сабақ мен сіздерге айтайын, тегін сабақ емес негізінде. Құндылығы бұның мен сіздерге айтайын, алла қаласа алдағы уақытта мен ақша X10 атты курс жасап жатырмын. Алдағы уақытта ол курстың қашан болатынын мен білмеймін. Мүмкін 1 айдан кейін, мүмкін 4 айдан кейін, мүмкін жарты жылдан кейін, осы жарты жыл көлемінде шығатын курс. Оның бағасы кемінде 300 мың теңге болады. Жоқ дегенде 300 мың теңгеден басталатын курс. Сол курстағы берілетін ақпараттарды мен сіздермен бүгін бөлісемін. Полностью 2 күн бойы сол жердегі берілетін ақпараттарды, техникаларды мен сіздермен бүгін бөлісемін. Сондықтан да ценить етіңіздер. Дәл қазір көздеріңізді жұмамыз, терең-терең дем аламыз. Прям давайте менімен бірге терең-терең дем аламыз. И ощущать етейікші, осы сабақты 1 миллион теңгеге сатып алғанда елестетіңіздерші. Реально, осы сабақ сіздерді, то есть осы 2 күндік марафонды тегін емес, 1 миллион теңгеге сатып алғанда елестетіңіздер. Қазіргі берілетін информацияларды сіздер 1 миллион теңгеге сатып алғандай миларыңызға сигнал беріңіздер. Представьте, қазір сабақ басталып жатыр, и сіздер каспилеріңізде последний 1 миллион теңгелеріңіз бар, и сол 1 миллионды маған аударып жатқандарыңыз елестетіңіздер. Осы сабаққа деп, сабаққа деп 1 миллион теңге маған аударып, и осы информацияны 1 миллион теңгеге сатып алып жатқанда елестетіңіздер. Жарема? Сондықтан эфирден соңына дейін боламыз. Ертеңгі сабақта да бүгін кірдім ғой деп шығып кетпейміз. Ертең вообще сочный сабақтар болады. Бүгін де по-своему сочный сабақтар болады. Сондықтан да өзімізді бағалай білейік. Хорошо? Және мен беретін ақпараттарымызды бағалай білейік. Так, енді жалпы Каспи блокта дейтін ақша механизмі. Біз қалай ойлаймыз? Ақша, біз ойлаймыз, мен әрекет жасап жатырмын, бірақ та маған ақша түспей жатыр деп ойлайды. Немесе мен ақша түсу үшін не істеу керек екен, әрекет деген не екенін де білмейді кейбіреулер. Как будто өзіміз 180 градусқа өзгереді сенеміз ғой, 1 миллион берсек дейді. Вот именно. Фамилиям Амантай Айдана Асылбекқызы. Каспи визуализация жасақ. Да, представьте, вот реально алла қаласа мен 1 миллиондық сабақтарым шығады, сол кезде сол сабақтарымды сатып аласыздар. Қазір осы информацияны алып қолданатын болсаңыздар, окей? Жалпы ақша механизм, ақша деген не? Ақша деген не? Біз ойлаймыз, кім осылай ойлайды? Мен ақшам болса, мен өзіме уверенная боламын деп. Ақша бізге бір уверенность береді деп ойлаймыз. Мен ақшам болса ғана, мен айналадағы адамдар мені бағалайды деп ойлаймыз. Мен ақшам болғаннан кейін айналадағы адамдарға мен сөзім өтеді, қазір сөзім өтпейді деп ойлаймыз. Ақшам болса, мен ата-енем мені сыйлайтын еді, күйеуім мені сыйлайтын еді деп ойлаймыз. Ақшам болса ғана мен күшті окружениеға бара аламыз деп ойлаймыз. Бар ма осылай ойлайтындар? Мен ақшам болса ғана, мен күшті өмірім өзгеріп кетеді деп ойлаймыз. Мен ақшам болса, бүкіл проблемам шешіледі деп ойлаймыз. Бар ма осылай ойлайтындар? Менде сондай дейді. Бүгін мен сіздердің миларыңызды 180 градусқа прям реально миларыңызды жарам. Вообще мышление, бүкіл нәрсе біз именно осылай ойлағандығымыздан бізге ақша түспейді. Бізге именно осылай ойлағандығымыздан ақша түспейді. Яғни көп келіндердің, көп ер кісілердің жалпы қателесетіні, ол мен ақшам болса, мен атанам мен сол кезде ғана сыйлайды. Бауырларым сол кезде ғана мені сыйлайды. Яғни ақшаға бір важность береміз. Ақша деген ол бір важный, бізге бір күшті бір статус беретіндей болып ойлаймыз.
сондықтан да Алла тағала бізге ақша түсірмейді. Неге? Дәл солай ойлаймын ғой дейді. Бірақ солай ғой, ақшам болса сөзің өтеді. Если деньги есть, все изменится деп. Мен солай ойлаймын дейді. Бірінші орынға ақшаны қойып жатамыз ғой дейді. Мен де сондай дейді, жандарым. Мен де солай ойлағам, шын керек, мен де солай ойлаған тұғым. Мен ойладым, күнімді түсірмесін. Күнімді түсірмесін осы міндет қылмаш маған, күнімді саған түсірмесін деп мен жұмыс бастап кеткен тұғым. Күйеуіммен. Жаңағыдай күйеуіме маған міндет қылма деп, жаңағыдай мен ақшам болса мені ценить етеді. Мен ойладым, ата-енем мен ақшам болса ғана мені бағалайды, жұмысым болса, ақшам болса ғана мені адам сияқты, адам ретінде көреді деп ойладым да. На самом деле нет. На самом деле сенде ақша болған сайын, наоборот, сен аяқтан шала бастайды. Но это не значит, что ақша таппау керек деген сөз емес. Просто ақшаға важность беруді тоқтату керек. Ақшаны бір өзімізден үлкен, жоғары, отношениядан жоғары тұратын бір сондай бір керемет, бір магический нәрсе деп ойлауды тоқтату керек. Неге? Себебі ақша ол просто қағаз. Ақша ол просто қағаз. Ақшаның ешқандай, прям абсолютно ешқандай саған бір статус беретін қабілеті жоқ, қасиеті жоқ. Ол просто қағаз. Понимаете? Ол ақша қайдан түседі? Ақша ол просто сенің бір жасап жатқан еңбегіңнің ақысы ғана. Понимаете? Яғни еркін сезіну ақшаға байлап қоймау керек. Яғни жүрекке дүние кіріп кету деген нәрсе осы нәрсе. Яғни ақшаны сен өзіңнің жүрегіңе байлап қойдың. Яғни мен Аллах тағала мені жаңағыдай ақшам болса ғана мені бағалайды айналадағы адамдар деп, я. Именно осы қателіктің арқасында, осы мышлениенің дұрыс еместігінің арқасында, жалпы мышление ғой осының барлығы, қыздар, мышление. Достар, барлығы мышление. Біз именно ақшаны просто инструмент, бір обмен энергии, просто бір инструмент ретінде, біздің желаниямызды орындайтын инструмент ретінде ғана көріп емес, оған бір керемет значимость беру, ол дұрыс емес мышление. Осының арқасында, дұрыс емес мышлениеміздің арқасында біздің өмірімізде үлкен ақша жоқ. Понимаете? Себебі енді мынандай нәрсе бар да, үлкен ақша мен өміріме келсе, біз ақыл үйрете бастаймыз. Мысалға қараңызшы, не үшін сұрадым? Әрқайсыңыздың қалталарыңызда қазір қанша ақша бар деп. Қанша ақша, мысалға күнделікті қанша жүр деп, я? Күнделікті сіздің өміріңізде супер. Қанша жүр? Мысалға, қазір біреу жазады 20 мың теңге, біреу жазады 30 мың теңге, біреу 270 мың деп, біреу вообще на нуле, біреу вообще Каспий блокта деп жазып жатырсыздар, я? Мысалға, сіздің қалтаңызда қазір қанша ақша бар, сол ақшаны ғана сіз өзіңіз управлять ете аласыз. Сол үшін ғана сізде сонша ақша ғана бар. Понимаете? Ол дегеніміз қалай? Управлять деген ол қаржылық сауаттылық қана емес. Управлять деньгами ол сен қанша ақшаны қайда жұмсау керек екенін білу ғана емес. Управлять деньгами, мысалға қараңызшы, кішкентай бала, мына пышақ деп елестетіңіз, иә? Мына пышақты, например, пышақты кішкентай 2 жасар, 1 жасар балаға беріп қоймаймыз ғой біз, иә? Неге бермейміз? Потому что это для него опасно. Ол үшін бір қауіп, иә? Былай қарап тұрсаң, это нереально опасно для него. Сондықтан да кішкентай балаға пышақ бермейміз. Уже 10 жас, 12 жасқа толған кезде ғана пышақты бере бастаймыз, я? Ол кезде ғана ол уже пышақты игере бастайды, я? Тура сол сияқты Аллах тағала бізге ақшаны не үшін бермейді? Аллах тағала бізге ақшаны біз қаншалықты басқара аламыз, ол ақшаны сонша ғана ақша береді. Себебі көп ақша беріп қойса, это для нас опасно. Яғни қазір қалтасында 25 мың теңгесі барлар, я, сіздің қалтаңызға не дай бог 2,5 миллион, не дай бог 25 миллион ақша түсіріп қойса қалтаңызға, сіздің сіз мүлдем адам танымастай өзгеріп кетесіз. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мен ақшам болса мен күшті болатын едім деп ше. Нет, жоқ па ақшаңыз, значит, осознайте. Мен де ойлайтын тұғым, жоқ, мен ақшам болса, наоборот, өзінше болмаймын, мен күшті болатын едім деп ойлаймыз да, кешірім сұраймын. Мен наоборот такой щедрый, бәріне көмектесетін едім деп ойлаймыз да. На самом деле нет. На самом деле бізде ақша болса, ақыл үйрете бастаймыз.
күйеуімізге, например, вот өзіңді возвышать ете бастайсың, гордыня пайда бола бастайды, тәкаппарлық адам ішінде пайда бола бастайды да. Біреу жаңағы ата-анамызға ақыл үйретіп бастаймыз, вот мен осылай істеп жатырмын, өзімізді биік қоя бастаймыз, я, мен осылай істеп жатырмын, а сен вот көрдің ба, сен осылай жүрсің, ал мен вот крутаямын мен деп өзімізді біреуден биік санай бастаймыз. Я, сондықтан да сол себепте олай биік санаған кезде өзіңді, сен айналаңдағы адамдарды, жақындарыңды ренжітіп алуың мүмкін, солардан айырылып қалуың мүмкін. Особенно әйел кісілерде, мен сіздерге айтайын, осы жерде отырған тұрмыстағы әйел кісілердің 95%-ын айтайыншы, реально 95%-ы былай ойлайды. Ақшам көп болса, өзіме бір квартира алып қойсам, машинам алып қойсам, и бір квартира, бір өзіме отдельный үй алып қойсам, мені жаңағыдай упрекать еткен кезде, мені жаңағыдай кемсіткен кезде, мен сол квартираға кетіп қалатын едім деп ше, солай ойлайды барлығы. Себебі ақшам болса, мен ажырасып кететін едім, мен тұрмайтын едім байыммен. Это ошибка природы, бекер типін наған, это было ошибочно деп, жаңағындай біз, менде де болған ондай ой. Честно, қыздар, менде де сондай ой болған. Мен сол оймен жұмыс жасап, мен квартира алуым керек өзіме, егер мені жаңағыдай далада қалып кетпеуім керек деп, сондай прям ниетпен солайынан бастаған тұғымша, солай ойлап жүрген кезде мен қарызға кіріп кеттім. Осы қарызға келгеннен кейін мен жаңағыдай қатты даму үстінде болып, осы қателіктердің барлығын түсініп, осы қателіктердің барлығымен түзетумен айналыса бастадым. Так, сондай ғой, ақшаң болса өзіңді еркін сезінеміз ғой дейді. Менде ақша да жоқ, қарыз да жоқ, ештеңе, желание да жоқ, мотивация да жоқ. Жаным, все, значит, сіз өзіңізге позволить ете алмайсыз. Ал шынымен сондай болса ше дейді. Я дәл солай. Шынымен олай емес, қыздар, олай емес. Қазір самооценкаға келген кезде айтып түсіндіріп беремін оның барлығын. Бірақ ақшасы көптердің бір жеріне кіретін заман болып кетті ғой дейді. Сіз соған сенсеңіз, сондай болады. Даже туысқандар ақшасы барларға жаным күнім деп отырады. Жоқ қой дейді. Ақшаң болса құтырып кетеміз ба? Да, өз-өзімізді көріп тұрмын ғой, ойлап болады ғой дейді. Я точно, қазір сол кредиттен күйеуім төлеп жатыр дейді. Кредитті күйеуім төлеп жатыр. Мынандайдағы қыздар, қаншалықты біз будем стремиться к тому, что мен күйеуіме күнімді қаратпасын дегенмен, менде осындай случай болған. Я зарабатывала 1-2 миллиона, например, бірақ Аллах Тағала сондайынан жасап қояды. Я даже вот представить себе не могу, қалай, я оның барлығы қалай, да. Я вот реально не могу себе представить, неге олай болғанын, вот не могу понять, но мен 5000 теңге берші. Вот одан басқа сұрайтын адам қалмай қалады. Аллах сондайынан жасап қояды, сондайынан ситуация беріп қояды. Сен мына жақта тауып атсың 1-2 миллион, но бір ситуация болып қалады, что сен күйеуіңе барып жалынасың ғой. Күйеуіңе барып жалынып, маған 5000 теңге берші, пожалуйста 5000 теңге берші. Сенен басқа ешкім беретін жоқ. Уже анаған прям бүйтіп жалындырып қояды ғой ше. Потому что біз жаңағыдай күйеуім тәкаппарлығымыз өсіп кеткен ғой. Өзін ақшамыз болса өзінше болып жүреміз да, вот саған күнім қарытпасын, ой, фу, сен сөйтіп жүрсің ба депші. Ал именно Аллах Тағала сондайынан бізді жерге ұрып тастайды, біз көтеріліп кеткен кезде. И не из-за того, что нас не любит, а именно из-за того, что нас любит. Аллах Тағала сондайынан бізді жақсы көреді, және де жанатқа кіру кілті тәкаппарлықты түсіру, яғни тәкаппарлық қанша жерден намаз оқығанмен, қанша жерден құлшылық жасағанмен, шаңның тозаңдай тәкаппарлығы бар адам жанатқа кірмейді дейді, я. Яғни сол тәкаппарлықты жою мақсатында, Аллах Тағала бізді жанатқа кіргізу мақсатында бізді он сильно хочет, чтобы біз жанатқа кіргенімізді, я. Сондықтан сол мақсатта бізге Аллах жаңағыда қанша ақша тауып атсаң да, күйеуіңе күніңді қаратып қояды ғой. Күнімді қаратпасын деген сайын, кімнің алдында күнімді қаратпасын деп қашасың, именно сол адамның алдында күнімді қаратып қояды. Честно, былай қарап тұрсаң, какой-то парадокс, я. Я рас айтасыз, сондай болудан мүмкін, менде күйеуден сұрамаймын десем дейді. Вот. Поэтому қыздар, жігіттер, достар, вообще өзімізді
ақша арқылы ғана мен өзім бір күшті нәрсеге жетем деген ойды алып тастаймыз. Реально мен ақшам болса ғана мені ценить етеді деген нәрсені алып тастаймыз. Жалпы адам қарызға не үшін кіреді? Ақша ол просто ақшаның механизмі деген нәрсе, ол просто ақша, ол бір просто инструмент қана ше. Просто инструмент. Сіз бір нәрсе жасадыңыз, бір какой-то услуга жасадыңыз. Баяғы заманда мысалға, например, вот маркер, допустим, маркер и вот кепка дейікші, мынау кепка 5 мың теңге тұрса, например 10 мың теңге дейікші. Кепка 10 мың теңге тұрады, маркер 200 теңге тұрады, или там 500 теңге тұрады. Например, кепка шығаратын, например, Айсұлу кепка шығарады, мен маркер шығарам. Маған маркер керек, то есть маған кепка керек, Айсұлуға маркер керек, да. Бұрынғы заманда, например, жаңағыдай обмен заттармен болған, валюта, например, заттармен болған. Бір қап күріш алу үшін сен бір қап ұн беру керексің деген сияқты, кім не жасайды, соны бір-бірімен алмастырып отыратын болған, баяғы заманда. Одан кейін бывали, оказывается, времена, когда кофе бар ғой, кофе валюта ретінде, например, кепка алу үшін сен там 100 грамм кофе бересің, или там 1 килограмм кофе бересің деген сияқты, қазіргі ақша сияқты валюта кофе болған екен. Кезінде болған не? Алтындар болған, күмістер, дихрам, дилхам дейма, сондай жаңағыдай ділда деген сияқты нәрселер болған, Ал қазір обмен ол просто ақша. Ол просто сенің жасап жатқан услугаңның несі? Қайтарымы ғана. Қазір айта алмаймыз ғой, маған маркер керек 500 теңге, мынау кепка шығарады. Так, маркер алу үшін, бір маркер алу үшін, мынау кепканың жартысын бер, или там мына жерінен кесіп бер деп айта алмаймыз ғой, олай ыңғайсыз ғой, Просто осы нәрсе ыңғайлы болу үшін ақшаны ойлап тапқан адамдар. Әр мемлекетте әртүрлі, бір жерде теңге, бір жерде рубль, доллар деген сияқты, әр мемлекеттің өзінің несі бар, валютасы бар. Ол просто валюта, ол просто ақша. Енді адамдар қарызға не үшін кіреді? Адамдар қарызға не үшін кіреді? Негізінде фактор өте көп, қарызға кірудің факторы өте көп. Ең бірінші фактор ол адамның ішіндегі бір пустотаны толтыру факторы. Яғни кішкентай кезінде ала алмай қалған бір внимание, витаминін алады да, молодец, мені молодец деп айтсын, ниеті, яғни қарызға кірудегі адамның ниеті дұрыс болмағандықтан адам қарызға кіреді. Ақша табудағы ниеті дұрыс болмағандықтан. Мен бір әлемге пайдалы болайын деген ниет емес, мені молодец деп айтсын деген ниетпен басталған бизнес, басталған жұмыс, басталған кез келген әрекет ол қарызға алып келеді. Ең бірінші қарызға алып келеді. Егер осы қарыздан түсінбейтін болсаңыз, вот молодец деген нәрсені ақша емес, сізге сіз өзіңізден басқа ешкім, Аллах Тағаладан басқа сізге ешкім разы болмайтын, және де ешкім сізге молодец демейтінін түсінген кезде ғана екінші не болады? Түсінбейтін болсаң қарызға алып келеді. Егер осы қарызда жүрген кезде, оказывается, ақша емес екен, мен өзімді жақсы көруім керек екен ғой деген кезде, дәл осы орайда сіздерге бір техника айтып өтем қазір қаржы. Осы қарызға алып келеді. Қарыздан кейін, егер қарызда түсінбейтін болсаңыз, екінші отношенияда не болады? Обесценивание басталады. Яғни обесценивание. Обесценивание деген не? Сен бір күйеуің үшін, ата-енең үшін, достарың үшін, ата-анаң үшін, ағаң үшін, інің үшін, әпкең үшін, қарындасың үшін, кім болмаса да, айналадағы ол біздің жақындарымыз үшін ғой, кім үшін біз стараться ететін боламыз, сол адам сені обесценивать етеді. Например, үйде сонша жаңағы күйеуім разы болсыншы, молодец деп айтсыншы, ата-енем, ой, біздің келініміз қандай молодец деп айтсын, или біздің дочамыз қандай молодец деп айтсын деп стараться еткен сайын, үйді жинап, барлығына успевающий болып, ақшаны да тауып, баланы да туып, барлығын жасауға стараться еткен сайын, сен жаңағыдай, мынау сенің айналаңдағы адам болса, мынау сен болсаң, сен оған стараться еткен сайын, прям стараться еткен сайын, ол сені не істейді? Обесценивать етеді. Яғни, не істедің сен соншалықты? Не істеп жатсың сен? Дымда істеп жатқан жоқсың ғой деп бізді не істейді? Обесценивать етеді. Осы моментте даже біз өзіміз түсінбейтін болсақ, что бізді өзімізден өзіміз ешкім жақсы көрмейтінін, идет третий. Үшінші этап кетеді уже. Үшінші стадия дейді ғой, былайша айтқан кезде, уже бұл жерде денсаулықтан ала бастайды.
сенің денсаулығыңа ешкім влиять ете алмайтынын түсінген кезде, сен ешкімге влиять ете алмайтыныңды түсінген кезде, сенен басқа, сені өзіңнен басқа ешкім жақсы көрмейтінін түсінген кезде, саған ешкім көмектесе алмайтынын түсінген кезде ғана сен не істеуің мүмкін? Осы кезде ғана түсінуің мүмкін. Сен жатып қалған кезде сен үшін ешкім туалетке барып бере алмайды, ешкім сен үшін тамақ жеп бере алмайды, иә? Даже тамақ жей алмай қалатын, туалетке шыға алмай қалатын адамдар болады, иә? Оған баласы да, күйеуі де, басқа ешкім көмектесе алмай қалады, тек өзі и Аллах тағала ғана, например, иә? Ал ондай жағдайға не үшін жетеді адам? Ең біріншіден жаңағы біреуге молодец десін деп, пахат етіп, жаңағыдай өзінің потенциалын дұрыс емес жаққа аударып, иә, өзін жаңағыдай сонша истощение жасап тастап, истощать етіп тұрып жұмыс жасаған кезде адамдар обесценивать етеді, и ол соңы неге алып келеді? Сенің денсаулығыңның айырылуына алып келеді, иә. И ол просто так келген жоқ, ол бір нәрсенің сенің жаңағыдай салдары, иә, себебі емес, ол салдары, себептерінің жаңағыдай салдары болып тұр, иә. Яғни сол әрекеті жаңағыдай денсаулығынан айырылған кезде, вот сол кезде түсінбейтін болсаң, вот тогда уже очень тяжело. Вот ол кезде по-любому түсіндіреді. Аллах тағала ше, блин, оказывается, мен сонша стараться еткенім, сонша денсаулығымды осы бала-шағам үшін, достарым үшін, жаңағы немесе ата-анам үшін жертвовать еткенім вообще ешкімге керек емес екен ғой деп дегенді түсінгенде ғана вот сол моментке жеткізбеуге тырысамыз. Хорошо? Енді қараңыздаршы, сіздің өміріңіз мен сізге ешкімге керек емес. Сізден басқа ешкімге керек емес. Қарыздан құтылу үшін адамдар не үшін қарыздан құтылмайды? Маған жазады, Аллахтың разылығы үшін көмектесші деп жазады да, жаным айналайын. Аллахтың разылығы үшін мен магазинге барып, мен нан алайыншы, или там мен киім алайыншы, маған Аллахтың разылығы үшін берші десем, кім береді маған Аллахтың разылығы үшін? Ма саған киім деп бере ма маған? Қумаш айналайын, пошла ты дейді ғой, дұрыс па? Вот так и я вам тоже не могу ничем помочь, потому что мен никто, я никто, чтобы вам помочь, я вообще никто. Сізге көмектесетін тек қана өзіңіз, это есть, то есть Аллах тағала ғана көмектеседі сізге. Яғни қарыздан не үшін құтылмайды? Бір причинасы ожидаем, күтіп отырамыз. Қашан мен как будто қарызбен жабатындар, қарызды қарызбен жабатындар, как будто бір күні жаңағыдай біреу біліп қоймасын деп отырып, анау ағам біліп қоймасын, мамам папам біліп қоймасын, анау переживать етпесін, немесе анау жаңағыда ұрсат деп отырып, біз не істейміз? Қарызға кіріп кетеміз, иә. Сөйтіп қарызбен жауып жүреміз да, өзімізді жертвовать етеміз, жаңағы айналадағы адамдар үндемесін деп, соларға комфортно болсын деп, өзімізге комфорт емес, соларға комфорт создавать етіп деп жүрген кезде біздің денсаулығымыз кетеді. Уайым, қаншама уайым, өзімізді ойлаудың орнына, иә, өзіміздің денсаулығымызды, да ну какая разница, кім мен ғой алған, мен ғой төлейтін, күйеуің болсын, ата-енең болсын, ата-анаң болсын, ну переживают, это их выбор. Они будут ругаться, нервын құртама, это их выбор. Ну я же, мен ересек адаммын ғой, мен қателесуге хақым бар. Аллах тағала берді ма бұл ситуацияны, значит мен бір сабақ алуым керек болып тұр деп мыслить етпейміз да. Біз не істейміз? Қуып кетеміз. Қарызды қарызбен жауып, и сосын бізде ол жердегі мышление мынандай ғой. Так, қарыз өзімен өзі алынып кетті ғой, иә? Былайымша, вроде бы ешнәрсе жеген жоқсың, ішіп жеген жоқсың, просто так алдыңда қарызды жаңағыдай, просто так қарызды алдыңда, например, қарыз алынып кетті, қарызды қарызбен жауып, 300 мыңнан басталып 3 миллионға көтеріліп, жаңағыдай көбейіп кетуі мүмкін, иә? И күтіп отырасың да, қарызды қарызбен жауып жүрген адамдар күтіп отырады. Қашан жаңағыда қарыз өзімен өзі жабылып кетеді деп. Қашан қарыз өзімен өзі просто так бет алады да жабылып кетеді деп ше. На самом деле жабылмайды, қыздар, достар. Ол қарызды сен алдың ба, сенің атыңда ма ол қарыз, сенен басқа ешкім төлемейді оны. Ешкім төлемейді. Неважно қанша сумма бар екен. Например, маған жазып жатырсыздар, иә? Так, ұмыт кетпес үшін жазып қойын. Мына жерде бір техника айтам дедім. Давайте техника. Бәріміз тұрамыз. Қай жерде отырсаңыз да, қай жерде жатсаңыз да, ұйықтап жатсаңыз да, короче, тұрамыз да. Өзімізді қалай жақсы көріп бастаймыз. Қыздар, мен қаншалықты қымбат сабақтар алған сайын заданиялар элементарный, оңай. Честно, бір сверхъестественный нәрсе жоқ. Өмірді өзгерту үшін бір сверхъестественный нәрсе күтудің қажет жоқ. Тұрамыз да, өзімізді мақтаймыз. Кім
Гүлстан, сен молодец, өзімізге айтамыз. Айданам ба? Айдана, я молодец. Айсұлусың ба? Вот Айсұлу, я молодец. Блин, какая я классная. Шүкір, рахмет. Осы сабақты көріп отырмын. Қазақстанда 17 миллион, 18 миллион адам бар. Соның ішінде міне 53 адам эфирде отыр. Қазір осы 53 адамның ішінде отырып, мен осы сабақты көріп отырмын. Мен мышлениемді өзгертуге, мен бір әрекет жасап отырмын. Мен мышлениемді өзгертуге, өмірімді өзгертуге мен бір қадам жасап отырмын. Какая молодец, ё-моё, молодец. Яғни іштегі пустотаны, мынау молодец деген сөзді біреуден күту арқылы қаншалықты сен біреуден молодец күтесің. 12 миллион қарызың бар ма? Значит, сен 12 миллион адам, жаңағы 12 миллион ақшаның деңгейінде біреуден молодец деген сөзді күтеміз. И мына пустотаны толтырған кезде 12 миллион қарызың плюс 12 миллион айналады ғой, короче. Реально ғой, реально. И қараңызшы, сізде потенциал равно, мынандай формула бар, қыздар. Достар, жалпы. Так, мынаны түсіндік қой, қазір обратный связь беріп отырыңыздар, қалай сіздерге әсер етіп жатыр, не түсініп жатырсыздар, хорошо? Мынандай формула бар, қараңыздаршы. Ақша, потенциал. Ақша равно и потенциал равно қарыз. Қарыз равно тәкаппарлық. Жазып аламыз осы формуланы. Кейін қазір сіздер мүмкін түсінбей қалуларыңыз мүмкін да, кейін бір естеріңізге түсіп кетеді, жарты жылдан кейін жаңа осы блокноттарыңызды тауып алып қарасаңыздар, уже өмірлеріңіз өзгеріп кеткен болуы мүмкін да, өздеріңіз байқамай қалуыңыз мүмкін. Мен оказывается осындай сабақ өткен екенмін ғой депші. Ақша равно ответственность. Енді қараңыздар, мынау ответственность, жауапкершілік. Енді қараңыздар, қанша қарызың бар, қанша қарызың бар, сонша сенде потенциал бар. Кімде қанша қарыз бар, сонша сізде потенциал бар. Яғни 12 миллион теңге қарызыңыз бар ма? 12 миллион теңге сізде потенциал табатын, ай сайын, бір рет қана емес, ай сайын 12 миллион теңге табатын сізде потенциал бар. Бірақ сол потенциалды қолданбай жатырсыз. Неге? Себебі ответственность жоқ. Ответственность алғыңыз келмейді. Яғни потенциалыңызды просто пайдаланғыңыз келмейді. Қанша қарызыңыз бар, соншалықты тәкаппарлық. Тәкаппарлық деген ол жаңағыда ақшаң болса өзінше болып кету ғана емес. Тәкаппарлық деген сен біреуге ожидать ету, тәкаппарлық күту, қашан мен өмірімді бір өзгертіп береді. Мемлекет өзгерту керек. Ата-анам мен кішкентай кезімде осылай өсірмеген, мені күшті самооценкамен өсірген кезде мен күшті болатын едім. Қазір маған поддержка бермей жатыр. Күйеуім поддержка берсе, мен өмірім өзгеріп кететін еді деп ожидать ету, ол тәкаппарлық. Неге? Себебі Аллах тағала ғана бізге поддержка бере алады. Біз Аллах тағаланы ұмытып кетеміз да, адамнан күте бастаймыз ғой. Поддержканы, разылықты, одобрениені, молодец деген барлығымыз адамнан күткен сайын біз қарызға кіре береміз. Мүлдем қарызы жоқтар, мүлдем қарызы жоқ, мотивациясы жоқ, желаниясы жоқтар, цели жоқ. Целін қаншалықты дұрыс қолдық жазуды, цель туралы ертең өтеміз сабақ. Обязательно сочный, мощный цель туралы сабақ болады. Біздің бүкіл өмірімізге ертең цель қоятын боламыз. Хорошо? Так, және де ақша ответственность. Қаншалықты сіз, қанша қарызыңыз бар, сонша потенциалыңыз бар. Не істеу керек? Қарызы жабу үшін сен просто потенциалыңды қолданып біреуге энергия бересің. То есть обмен энергии. Даю, беру деген энергия бар. Яғни сіз көбірек алып қойғансыз. Егер сізде қанша қарыз бар, сіз просто берудің орнына көбірек алып қойғансыз. Яғни тек ала бергенді ойлағансыз. Яғни соның орнын енді сіз услугаңызды беру керексіз. Ол тегін деген сөз емес, қыздар, тегін деген нәрсені ұмытыңыздар. Тағы да ақша механизмінде мен сіздерге мощный нәрсе айтайын. Бұл нәрсені күнде естіп жүрсіздер. Бірақ менен де тағы естіңіздер. Тағы да сіздерге шегелеп берейін. Тегін деген нәрсені ұмытыңыздар.
тегін күтуді ұмытыңыздар. Сіздің миыңызда тегін алғым келеді, тегін сұрап қалсам екен, тегін алып қалсам екен, тегін көріп қалсам екен деген нәрсе болған кезде сіз миыңыз тегінге запрограммирован да, и былай ойлайды да, так, ана жерден тегін алсам, мына жерден тегін алсам, так, зачем маған зарабатывать деньги деп ойлайды. Понимаете? А зачем я деньги зарабатываю, если можно там тегін, тут тегін? Поэтому, ребята, мен сіздерге негізі мынау мощный нәрсе, мен сіздерге қазір айтайын деп тұрған нәрсем, қаншалықты ол енді сіздер қорыталасыздар, көтере аласыздар, но это реально факт. Государстводан тегін бір нәрсе алу, государстводан жер алып қалу, үй алып қалу деген нәрсені ұмытыңыздаршы. Реально, государство солай сіздер әрқайсымызды бізді құлдық санаға алып келеді. Құлдық сана. Құл, баяғыда құл жаңағыдай нелер болған ғой, құлдық сана болған ғой, құлдар болған ғой, сол санадан біз әлі арылмағанбыз ғой. Бедное мышление, богатое мышление дейді ғой. Құлдық сана және патшалық сана, яғни свободный сана мен құлдық сана, яғни еркіндікке тәрбиелейікші өзімізді. Жаңағыдай мен мамам мысалға күнде туысқандардың чаты болады, соған государственный программалар бірдеңе дегендер жіберіп отырады да. И мен айтам да, бұрын мен қызығатын тұғым грант алуға мемлекеттен деген сияқты. Сосын қазір мен жаңағыдай мышлениемен жұмыс жасаймын, мен түсіндім, мен вообще алмаймын. Например, менде возможность бар, мысалға тегін жер бірдеңе деген сияқты нәрселер бар екен, возможностьтар ше, бірақ та мен алғым келмейді. Ипотека деген нәрсені ұмытыңыздар, что реально ипотекасы барлар, делайте все, чтобы просто жауып тастауға сонышы. Потому что ипотека алған адам, сен прикинь, жаңағы жоқ дегенде 10 жыл қаласың ғой, 10 жыл, 20 жыл. И сен бір нәрсе жасайын десең, сен аяқта ай сайын төлеу керек, 150-200 мың теңге ипотекаң бар. И айлығыңнан айырылып қалам, ана ипотеканы төлей алмай қалсам ше деп бір нәрсе рисковать етуге қорқып отырасың да, понимаете? 10 жыл, 20 жыл бойы ана ипотеканы төлеп отырасың да, ал мына жақта, например, бизнеста мынандай периодтар болады. 6 ай бойы 0-де жүресің, но 6 айдан кейін 3-4 миллион тауып бастайтын бизнестар болады. Сондай нәрсеге просто риск жасай алу керек, уақыт күте алу керек, бірнеше уақыт. Просто соны қолдана алмаймыз. Және де ипотека төлейтін кезде, например, 10 жыл бойы сен 500, ары кетсе 500 мың айлық, ең көтерілген өзінде 500 мың айлық, даже миллион дейікші, например, миллион теңге тауып отырасың, но сен 20 жыл бойы миллионақ тауып отырасың, ал егер сен ипотекаң болмаса, сен рисковать ете алатын возможность болса, 5 жылда сол 5 жыл прям ары кетсе тоқтамай жұмыс жасасаң, ары кетсе 5 жылдың үстінде даже 1 жылда алып атқандар бар, жарты жылда алып атқандар бар, 3 айда алып атқандар бар да. Ары кетсе 5 жылды жұмыс жасаған адамдар, например, не только бір квартира 20 миллиондық, 200 миллиондық майбах, 200 миллиондық квартира, пентхаус бәрін алуға болады, реально бар ғой. Так, кері байланыстарыңыз бір оқып жерейінші. И бағанағы техниканы жасаймыз. Қайтадан тұрамыз да, тағы да, я молодец, я такая молодец, я круто, блин, я такая крутая, саған, я крутая, я вообще мощь екем ғой мен деп өзімізге молодец. Күнде будильник қойып қойыңыздар, телефондарыңызға будильник қойып қойыңыздар. Күнде сағат 1-де, немесе әркімге қай уақыт ыңғайлы, будильник шырылдаған кезде, күніне 10 рет қойсаңыздар да болады. Будильник қоямыз да, будильник шырылдады ма, все, я молодец. Құшақтаймыз өзіміз, Аллахқа, я молодец, прям қатты қуанамыз да, я молодец деп ше, каждый жасаған нәрсеге, мен бүгін марафон өткіздім, мен бүгін марафон көрдім, вот каждый жасаған нәрсемізге я молодец деп өзімізді мақтаймыз да, и после Аллах шүкір, Аллах өзіңе мыңда бір шүкір, шүкір, тәубе еттім, шүкір етеміз. Хорошо, мынау мощный техника, мен сіздерге айтайын, мынау $1 миллион тұратын техника. Реально осыны жасайтын болсаңыздар, жоқ дегенде 40 күн жасаңыздар, $1 миллион алып келетін техника. Я сама забываю, если честно. Техникалар көп, барлық техниканы жасау емес шарт. Бір техниканы алдың ба, соны стабильно жасау. Вот содан результат шығады. Бір күнде алып 20 техника жасап, сосын 20 күн бойы еш нәрсе жасап жүргеннен еш нәрсе шықпайды. Бір техника алдың ба, бұл бірақ техника істе, бірақ сен 40 күн бойы істе, жоқ дегенде ше, вот сол кезде сенде результат болады. Так, кері байланыстарыңызда. Қазір ақша тапқым келеді, бірақ всегда не так идет. А как должно идти?
Я рас айтасыз, сондай болуда менде күйеуден сұрамаймын десем де дейді. Точно менде сондаймын, керек болып қалса жарата алмай тығып қоясың дейді. Керек болса жарата алмай тығып қоясың. Дәл солай ақшасы жоқтар біз біргеміз дейді. Жандарым! Сіздер білсеңіздер ғой, үй салып, үй алып қарызға кіріп кетсе ше деп, тоже ішінде толтыруға болады, ребята. Аллах тағалаға ше, Аллах тағалаға мен сіздерге айтайыншы, андайда бізге үй беру, бізге машина беру, бізге там дүние беру, бізге мынаны алып деген оп-оңай ғой, оған 1000 есе, миллион, миллиард есе оңай да. Біздің дегенімізбен бізге берген, например, бізге беру, например, бізге қаншалықты дүние беру, біз қалаған там пентхаус біздің миымызға симауы мүмкін да. Мә саған пентхаус, мә саған яхта 500 миллион деген, ойбай, көп ақша ғой деп ойлауымыз мүмкін да. На самом деле Аллах тағалаға ол ақша наплевать бере салу ше. Просто біз соны игере ала білу керекпіз. Болды, солақ. Алла жеңілтпесін. Тура сондай болды. Декретте отырсам да ақша тауып үйге қарап, балаға қарап жүрмін, сонда соны бағаламайды екен. Бағалау міндет емес. Сіз өзіңіз бағалаңыз. Вот так вот. Я молодец, все. Күтпеңіз, біреу бағалайды деп. Ой, жаным, адамға жақпайсың. Кім айтты? Бар ма бір адам? Ой, осы өмір бойы молодец. Бәріне жағып өткен адам бар ма? Жақпайсың. Сен, например, не знаю, там күйеуің күнде дәрет суын бір жерін там жуып беріп отырсаң да, аяғын жуып беріп, күнде азынан кешке шейін жаңағыдай бүкіл жерін сүйіп отырсаң да жақпайсың. Забудьте біреуге жағу деген нәрсені. Мен 5 жыл бұрынғы состоянием осындай болды. Қашан 5 жыл күттім ғой, қашан өздігінен қарыз жоқ болып кетеді. Жоқ болып кетпейді ол. Жауапкершілік қалай алдым, сразу құтыла бастадым. Молодец. Алдыңғы прямойыңызды көріп, солайда зарплатаның бәрін жауып тастадық дейді. Зарплатадан бәрін жоқ. Вау, супер, неғып жазбайсыздар отзыв. Эфир сақтаңыз дейді. Эфир сақтаймын. Пятница күні 18:00 өшіріп кетеді бірақ. Так, супер, молодцы. Сол ғой тәкаппарлықтан до того ата-анамды бүкіл әлемді кінәлап кеттім ғой. Қарызға кіріп кеттім деп депрессияда жүре бердіңіз. Бір нәрсе шықса, осы уақытқа шейін адамдар қарыздан құтылатын еді. Значит, нәрсе шыққан жоқ. Депрессияда жүргеннен еш нәрсе шықпайды. Значит, дұрыс емес. Анаммен конфликттер көбейді. Сознательно, подсознательно анаммен ұрыс іздей бастадым дейді. Ондай ой жоқ дейді. Қайдағы тегін дүние, ондай ой жоқ. Ипотекамен үй алмасаң, квартираға төлеп тұрасың ғой дейді. Достар, мышлениені алып тастайықшы. Типа қазынандай эксперттер шыққан ғой. Бекерге сол квартираға бергенше 200 000 теңге, зато ипотека өзіңде қалады деген нәрсе ше. Ребята, поработайте год, тоқтамай ше. Получится, за год вы заработаете 10 есе көп ақша, реально ше. Өз-өзімді жақсы көріп кеттім ғой дейді. Көп ұйықтай берем, қалай құтылам? Ұйықтамайсыз ғой? Ертерек тұрасыз ғой? На самом деле цели нету, вот, поэтому ұйықтай бересіз. Мен мышлениемді өзгертіп келе жатырмын, бірақ опять комфорт зонаға түсіп кетем. Қалай жинаған дұрыс сақтанышы. Берген техникалық 40 күн жасаймын, бірақ нәтиже көріп отырған жоқпын, сол үйде отырмын, үй жұмысын жасап дейді. Қыздар, берілген техниканы жасағаннан кейін сіздерге идеялар келеді. Күшті идеялар келеді, да? Бірақтан сол идеяларды жасауға анау не дейді, мынау не дейді, жұрт не дейді, солар сөйлемесін, соларға комфортно болсын деп біз жасамаймыз. Сондықтан да результат жоқ. Сабақтан кейін офлайн көмектесіп көп ипотекаға алып, бірақ квартираға беріп отырмын дейді. Это уже уроки финансовой грамотности. Хорошо? Ипотекаға алып, квартираға беру, там басқа нәрсе, это уже ол уже үлкен тема. Оны қазбалайтын болса, хорошо? Кеттік дальше. Қарызға адам не үшін кіреді? Түсіндік па? Қарызға адам я тебе еще покажу, я тебе еще докажу деген біздің ішкі ниетіміздің дұрыс болмауынан кіреді. Ақша маған бір статус береді деп ойлағаннан кіреді. Яғни мышление, я? Мысалға, уровень нормы деген нәрсе бар. Қарызы жоқ, ақшасы жоқтар, қарызы жоқ және де ақша да таппай, мотивациясы жоқ болып отырғандар уровень нормы көтерілмеген. Уровень нормы бойынша мен сіздерге қарыздан табысқа курсында айтам. Соның ішінде уровень нормы 9 уровеньнен тұрады курс. 4 уровеньде именно уровень нормыды көтеру туралы 6 сабақ бар. Вот соның ішінен көрсеңіздер болады. Дальше самооценка. Қараңыздаршы, так, идея
көп менде бастасам, как будто қолымнан келмей қалатын сияқты бастауға қорқам. Значит, Аллахқа сенбейсің. Менің күйеуім кредитте қабағы ашылмай желі шығып депрессияда жүреді. Күйеуімізді забываем. Күйеуімізді забываем, Жанна Ғаниевна. Забываем. Күйеуіңіздің кредитінде жұмысыңыз болмасын, оның состояниясында жұмысыңыз болмасын. Какая разница вам? Сіз өзіңіз счастливая болсаңыз болды. Жауапкершілікті алу үшін мощный пинок подзад керек. Сосын мынандай мышление бар, достар. Так, ипотека қарызды бір инструмент ретінде, выгода, вторичная выгода ретінде көретіндер бар, иә? Ол қалай? Қарыз алсам, менде қарыз болса ғана мен әрекет жасаймын. Менде қарыз болса ғана мен какой-то бір жаңағыдай дамимын, ақша табамын. Қарызым болмаса мен жата берем деп ойлаймыз, да? Это нет у вас позволения себе. Значит, мы себя не ценим. Осы жерде на помощь приходит, что самооценка. Мына бойынша түсіндік қоя, формулаларды жазып алдық қоя. Насколько мы себя, вот это вы, я? Да. Каждый из вас, я? Например, Айслу, Нұргүл, там, не знаю, да, вот. Сіздің сыйымдылығыңыз қанша? Әр адамның сыйымдылығы әртүрлі. Например, 1 литрлік баклажкаға 2 литр су құя алмаймыз, я? Никак. Қанша әрекет жасасақ та, қанша тырыссақ та, 1 литрлік баклажкаға 2 литр су құя алмаймыз, я? Тура сол сияқты әр адамның өзінің нормасы бар. Әр адамның өзінің сыйымдылығы бар. Біреу үшін ол 100 000 теңге, біреу үшін ол миллион теңге, я? Біреу үшін 10 миллион теңге, біреу үшін 100 миллион теңге, біреу үшін 1000 теңге, біреу үшін 2000 теңге. Тура сол сияқты әр адамның өзінің сыйымдылығы бар. Ол уровень нормы деп аталады, я? Сол уровень нормыды көтеру керек. Бұның арнайы проработкасы бар. Біздің миымызды, мышлениемізді өзгертетін арнайы мынандай алгоритм бар. Оны мен бүгін қазір сабақта бере алмаймын, ол платный курста уже. Бірақ осы нәрсе жаңағыдай көтереді. Жалпы уровень нормыға негізі былай да айтады, да? Мысалға, үлкен армандар жаса, мынандай техникаларда көмектеседі. Автосалонға барып, соны отырып көру, окружение, я, уровень нормы көтеру үшін сен бай адамдармен араласу керексің. Жаңағыдай миллион теңге тапқың келе ма, миллион теңге табатын 5 адаммен араласу керексің деген нәрселер көмектеседі. Және одан бөлек ешқандай жаңа жерге бармай-ақ, просто үйде отырып өзің мышлениеңді өзгерту арқылы уровень нормыды көтеруге арналған дайын техника бар, дайын алгоритм бар. Соны қолдансаңыздар болады. Бірақ ол платный да, достар. До того ол бір сабақтың өзін мен өзім 5 миллион теңгеге алғам, ол уровень нормыды көтеруге, сондықтан мен сіздерге бұл жерде уже бере алмаймын оны. Себебі қаншама адамдар менде жаңағы платныйда оқып жатыр, олардың да ақысына кіре алмаймын. Самооценка дегеніміз не? Достар, қараңыздаршы, мен сіздерге күшті андай жазып қойдым да, прямшы ұмыт кетпейінші деп прям қанша нәрсе жазып қойдым самооценка бойынша. Жалпы самооценка тәкаппарлықтан туындайды. Төмен самооценка, яғни сенің самооценкаң төмен ба, значит сенің тәкаппарлығың жоғары деген сөз. Ол дегеніміз не? Тәкаппарлық Аллаға деген сенімсіздік. Аллаға деген сенімсіздік, мен өзімді уверен, бағана айттым ғой, ақша, Алланың орнына, например, бізге не керек? Самооценка деген не? Бізге сенімділік беретін нәрсе, я? Сенімділік, авторитет, я? Наны түсіндік, я? Уровень нормыда. Так, өшіре берейін, я? Жалпы, не береді бізге самооценка, я? Например, әрекет жасауға береді, я? Жаңағыдай, мен точно жасай аламын деген сенімділік береді. Осыны беретін бізге, на самом деле, Аллах тағала да, осыны беретін. Ал біз мынаны бізге ақша береді деп ойлаймыз. Ақша береді деп ойлаймыз. Понимаете? Осы ақша береді, осы сенімділікті, авторитетті, я? Бізге ақша береді деп ойлағандықтан біз ақша келмейді бізге. Бұл сенімділікті, авторитетті барлық біз өзімізге деген, өзімізді жақсы көруді, я, жаңағы айналаны бізге сыйластықты, я, оның барлығын бізге Аллах тағала береді, на самом деле. И бізге ол нәрсені қалай өзгертеміз деген нәрсе болып тұр ғой. Мынаны, я, ақшаны Аллахқа қалай өзгертеміз? Аллахтан қалай? Ақша емес, бізге ол нәрсені беретін Аллах екен қалай білеміз, қалай жаңағыдай өзгертеміз деген сұраққа былай жауап беремін.
сіз ең бірінші айналадағы адамдар сіз туралы не ойлайтынын ұмытпау, жаңағыдай короче, былайынша айтқан кезде наплевать болу керек қой. Тек Аллахтың разылығы үшін жасайсыз барлық нәрсені. Адамның разылығын емес, сол сөйлемесін, сол үндемесін, болмай, жаңағыдай бизнес бастайтындар болмай қалады деп қорқады ғой. Болмай қалса, айналадағы адамдар күле бастайды. Вот, сен сондай бастаған едің, кән болған сол ма деп айтады ғой. Вот сол нәрселер бізге мешать етеді. Ал оны бізге Аллах тағала беріп тұр ғой, сол идеяны ше, сол беріп тұрған, Аллахтың беріп тұрған идеясын тыңдамай біз аузубилляхты, шайтанды тыңдай бастаймыз да. Себебі біздің миымызға келген идеяның алғашқы 2 секунд, қазір де сіздер қосылды ма? Так, қатып қалды дейді. Енді естілді ма? Естілді ма енді? Все, кеттік дальше. Естілді дейді. Все. То есть, не істейміз, айналадағы адамдарға емес, адамдардан емес, анау не дейді, мынау не дейді деп емес, просто келді ма идея тупо жасап кете береміз. Айналадағы адамдар сөйлейді, ит үрет, керуен көшет дейді ғой. Керуен жүре береді. Просто ол айналадағы адамдар не үшін? Ата-анамыз бізге тоқтаулы айтады. Мынау бір нәрсеге ұрынып қалса, ертең мен бұның косягын жаңағыдай жауып жүрем ғой деп қорыққандықтан сіздерге тоқтау айтады. Қойш, тыныш отыр, еш нәрсе істемей қойш, зачем деген сияқты нәрсені сол үшін айтады. Күйеулеріміз де сол үшін айтады да, мысалға ше. И адам ошибка жасауға келді бұл өмірге ше. Просто сол ошибка жасаған адам емес, ошибканы жасап содан сабақ алған адам мықты дейді да. Вот, понимаете? Өзіне деген претензия, вот бізде бар ғой претензия, я вот мен я такая, я сякая деген нәрсе, ол эфирді қосып өшірдің ба или не қылды ма? Өзіңе деген претензия, ол Аллаға деген претензия да, понимаете? Давайте эфирді қазір өшіп қалады да, эфирді қосып өшірейік, содан кейін мен самооценканы дальше жалғастыратын боламын, хорошо? Все, қазір самооценка туралы мощный нәрселер айтатын боламын, қазір қызып келатқан кезде просто эфир өшіп қалады да, сондықтан да эфирді қазір өшіремін, сосын қайтадан қосыламыз, быстро, хорошо? Все.